Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде вариативтік сабақ, тақырыбы сиқырлы су. Балалар, тақтада не көріп тұрсыңдар? Тақтаға назар аударамыз. Не көріп тұрсыңдар тақтада? Су. Көл, сосын? Жаңбыр, сосын? Өзен, иә? Сосын тағы не көріп тұрсыңдар? Балықтар. Балықтар қайда өмір сүреді балалар? Суда. Су болмаса олар өмір сүре алар ма? Жоқ, дұрыс айтасың. Балалар, мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын. Сендер шешімін табасыңдар, жақсы ма? Дәмі жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Су, дұрыс айтасың. Шомыласың, жүзесің, шөлдегенде ішесің. Дұрыс айтасың балалар. Бүгін балалар біз су туралы әңгімелесеміз. Су бізге не үшін керек балалар? Ішу үшін, сосын? Тамақ пісіруге, сосын? Ыдыс жууға, сосын? Тағы да? Үй жинауға дейді, сосын? Дұрыс. Шомылуға, тамақ. Басын жууға, сосын? Ыдыс жууға, дұрыс айтасыңдар. Енді балалар суды қайда кездестіруге болады? Қайда? Қайда үйде құрамды? Қайда? Құрамда, сосын? Бассейнде, сосын? Море, сосын? Аквариумда. Я жаңбыр болды су, я жарайды, жақсы. Енді балалар қазір бірінші тәжірибе жасаймыз. Бірінші тәжірибе судың қасиетін анықтаймыз, я? Суды қарады, судың есі бар ма? Дәмі бар ма? Түсі бар ма? Жоқ. Қазір маған екі бала келеді, мен шақырамын. Маған екі бала келеді. Армына келеді. Қараңдар, міне. Су сұйық, е? Су бізде сұйық, е? Оны бір ыдыстан бір ыдысқа құюға болады, е? Міне, былай, е? Енді қараңдар. Тағы да кім шығады? Ернар келе ғой. Келе ғой. Енді суды кішкене ішіп көріңдерші, дәмі бар ма? Дәмі жоқ, е? Дәмі жоқ. Енді оған бір бокалға мен қант салып көрейін. Біреуіне тұз салып көрейін. Енді дәмі көріңдерші кәне. Ернар, сен суың дәмі қандай болды? Ащы. Армына сенің қандай болды суында? Тәтті, е? Оған қант қоссаң, значит, судың дәмі өзгереді, е? Судың дәмі шықты. Біреуінде тәтті, біреуінде ащы. Және су бізде түсі жоқ, е? Түсін өзгертуге болады, е? Мен қазір бір бокалға бояуды қосамын, е? Қараңдар. Балалар, түсі өзгерді ма? Иә. Қараңдар, қандай түс болды балалар? Жасыл. Значит, бояу қосса, қандай бояуды қосса, сондай түс болып түсі өзгереді судың, е? Жақсы, енді отыра қойыңдар. Енді бізде қазір екінші тәжірибе, ол бізге қазір ермек саты. Ол тәжірибені жасау үшін бізге су керек, және бокал керек. Міне су, бокал, және ермек саз керек. Ермек сазды тарелканың ортасына қойып, жабыстырамыз. Сосын оның үстіне сіреңкенің басын, екі сіреңке керек, екі сіреңкенің басын жоғары қаратып тұқасында не қазір мен көрсетіп, сізге солар алдына қойып өтеді. Кәне, қараймыз, міне сіреңкені алдық, мынаның ортасына
ермек саздың ортасына қоямыз мен сияқты міне. Осылай қойыңдар. Қойып алыңдар. Енді қойыңдар ма? Енді бокалдағы суды міне мына неге сіреңкенің басына тигізбейміз. Ақырын былай шетінен құямыз, ақырын. Құямыз. Құй. Болды, жел қойдық. Енді аламыз бақытты, бірақ енді оны мен өзім жағып беремін сіреңкемен. Кімге мен жағып беремін сіреңкемен? Сол уже қазір бокалды сосын былай жаққаннан кейін былай төңкересіңдер ақырын, жақсы ма? Жақ бокалды. Söyleyeyim, kane. Yaptılar mı bakalım? Yani ben de жабам. Al енді тиіспеңдер бокалды. Енді қараңдаршы, тарелкада су бар ма? Жоқ. Тиіспеңдер, су жоқ ішінде. Оны бокал не істеді? Сорып алды ішіне. Ішіндегі от сөніп, бокалдың ішіндегі қысымы азайып, суды не істеді? Сорып алды, суды сорып алды. Енді бокалды ашамыз, міне су қайрады шықты. Жақсы. Енді мына жерге қойып қоямыз шетіне. Қойып қойыңдар. Енді сендер істедіңдер. Енді басқа балалармен жұмыс жасаймыз. Енді бізде екінші тәжірибе. Ол үшін бізге осындай бөтелке керек, пластика бөтелке, мынандай бөтелке. Сосын крышкасын ашамыз. Крышкасын ашамыз. Оның ішіне уксус құямыз. Әрімес мынау астық уксус 9%. Енді бірінші осы шардың ішіне, енді қарап, осы бізге шар керек. Осы шардың ішіне ас содасын саламыз. 2 қасық ас содасын. Бірінші шарға қазір ас содасын салып алайық. Ол үшін бізге не керек мынандай? Воронка керек, міне қарайық. Ұста, қайма сода ұстапты. 2 қасық сода салам ішіне. Енді тұратырсын, босай тұрсын. Енді кімге салып қойып? Зереге. Осылай тұрады. Іспендір қазір. Бәріне салып қойып қазір кімдерге. Салдық. Енді бұл тұрсын. Енді қазір бөтелкелерге 2 шай қасық уксус құямыз. 4 шай қасық уксус құямыз. Bir қасық, 2, 3, 4.
мынаны кесіп қоямыз шарды қазір. Тұрсын осылай, е? Енді екінші бөтелкеге де 4 шай қасық уксус құямыз. 1, 2, 3, 4. Кесті. Осылай тұрсын. Так, енді арияға тартты. Енді шарды үстіне кигіземіз. Осылай тұрсын, е? Бәріне қиып болды. Енді мына шарт кигіземіз. Осылай тұрсын қазір. Мынаны жауып алайын. Енді қазір бір қолмен бөтелкені осылай ұстайсыңдар да, бөтелкемен. Сосын мына шарды былай жоғары көтеріп, ішіндегі несін түсіресіңдер былай. Көтересіңдер де, кәне істеңдер, ұстап тұр бір қолмен. Мынамен көтерді, түсір ішіне, түсір. Осылай түсір ішіндегі нені. Қараңдар. Не болып жатыр? Қойыңдар. Ұстап тұр. Қараңдар. Қараңдар. Не болып жатыр? Ұстамаңдар шардар. Не істеу, не болды шар? Өзі шар үрленіп жатыр, е? Ішінде жаңағы уксуспен ас содасы қосылғанда реакция болды да, шарды өзі үрледі, е? Көрдіңдер ме? Әне, өзі үрледі. Болды ма реакциясы? Бітті ма? Қазір әне. Болды, е? Реакциясы бітті ма? Әне. Вот, енді болды, енді ақырын ұстап тұрып, мына шарды аламыз, бұлай аламыз, кәне. Болды. Көрдіңдер ме, балалар? Ұнады ма? Тәжірибе. Жауып сәксіз. Крышкасын жауып қойайық. Ұнады ма сендерге бұл тәжірибе? Балалар, көрдіңдер ме? Қалай шарды? Біз үрлеген жоқпыз. Өзі үрле бастады, е? Енді мына жерге тұрсын. Мына жерге қойып қоямыз. Қане. Балалар, ұнады ма сендерге? Ал балалар, енді қолымызды сүртеміз аны. Бұларды салфеткамен жаңағы уксустан, сосын шетіне қойып қоямыз. Енді балалар, қазір басқа дәуір. Үшінші тәжірибе көрсетем қазір. Ол ішімізге керек су және мешочек керек. Мешочек керек, су керек және қарындаштар. Қазір суды мешочекке құямыз. Енді ол мешочекті жабамыз. Енді болған
көрсетемін. Сосын солай Раяна тоже көрсетесің, иә, қараңдар. Міне мына іште су, мына нені қарындашты тығамын. Қараңдар, су ақты ма балалар? Жоқ, иә. Раяна, сен де мына жерден бастап былай тық. Су ақты ма балалар? Жоқ, қараңдар. Кім ернар келеді? Балалар қараңдар, су ақты ма? Жоқ. Біз оны тесіп кіргіздік, су аққан жоқ. Олай қалай ойлайсыздар, неге су аққан жоқ? Өйткені біз тескен неміз, қарындашымыз сол тесікті жауып тұр, иә? А енді қазір алып көреді, қане Алмасу келді, енді алып көр. Не істейді екен? Қарындашты алып көр, ал. Ал. Қане, былай, қане, көрсетейік балаларға, қане. Қарындаш енді алып ма, балалар? Міне, енді алып қарындашты алғаннан кейін ол уже тесік ашылып қалды. Міне, қараңдар. Бәрі су ағып отыр. Көрдіңдер ме? Міне, ағып отыр бәрі. Жақсы балалар. Енді алып тастаймыз. Қызық болды ма сіздерге, балалар, тәжірибе? Енді балалар біз тағы бір тәжірибе жасаймыз. Ол үшін, оны жасау үшін маған бокал керек, бір бокал үлкен. Ол тәжірибенің аты кемпір қосақ су дейді. Міне, үлкен бокал керек маған ол үшін. Және 4 кішкентай стакан керек. Сосын бояу керек. Міне, және қылқалам керек. Қасық, қант керек. Тастайық. Енді қараңдар балалар. Бірінші стаканға, қараңдар балалар, бірінші стаканға қант салмаймын. Екінші стаканға жарты қасық қант саламын. Міне, жарты қасық қылды балайына. Енді үшінші стаканға бір қасық салам полный, қараңдар. Міне. Төртінші стаканға бір жарым қасық қант салам, қараңдар. Бір қасық және жарты тағы. Енді бұны бірдей қылып су құямыз. Енді осыны суды қылқаламмен мына қантты араластыру керек. Қантты ерігендей. Араластырамыз, міне екінші стаканды. Енді мынаны араластырамыз. Үшінші стаканды. Сосын төртінші стаканды. Қанты ериді. Енді төртінші стаканды араластырамыз. Енді балалар осы суға қазір қант қостық қой. Енді бояу қосамыз. Қазір бірінші стаканға қараңдар. Бірінші стаканға қызыл түстіні бояу қосамыз. Араластырып аламыз соны қазір. Қандай түс болды? Қызыл. Енді екінші стаканға жасыл түсті қосамыз бояуды. Қандай түс болды сол? Жасыл болды.
Енді 3-ші стаканға қара тұз қосамыз. Қандай түс болды балалар? Қара түс болды. Енді бізде нешінші стақан қалды? 4-ші стақан, иә? Оны сары түспен бояймыз қазір. Енді балалар қараңдар, осы суды қазір ана үлкен стаканға қазір шприцпен құямын. Қараймыз. Міне, бірінші қызыл түсті аламыз. Міне, құямыз. Енді екінші түсті, жасыл түстіні. Оны енді ақырын кішкене құямыз. Бұлай қоямыз да, ақырын құямыз. Аламыз. Ақырын құямыз. Енді 4-ші түс. Қандай түс қалды? Сары түсті аламыз. Енді қосамыз. Балалар, судың түсі өзгерді ме? Иә. Қараңдаршы, мен 4 түс болды, иә? Қараңдар, асты қандай түс? Сары от, сосын қара, сосын жасыл, сосын қызыл. Міне, 4 түс бұл кемпір қосақ суы болды. Орысша айтқанда радужная вода дейді, көрдіңдер ме? Ұнады ма сендерге? Иә. Жақсы. Енді балалар тұрып, бір сергіп алайық, кәне. Шеңберге тұрамыз, ойын ойнап аламыз. Ойынның аты күн мен жаңбыр. Музыка қосылады қазір. Күн болғанда былай шеңбер бойы билеп жүреміз. Жаңбыр болғанда қол шатырдың астына тығыламыз, жарай ма? Жаңбыр жауып кетті ме? Енді жақсы, ойын алды ма енді сіздерге балалар? Балалар, бүгін сабақта біз не туралы әңгімелестік? Су туралы, иә? Судың қасиетін білдік, иә? Судың дәмі бар ма? Түсі бар ма? Иісі бар ма? Жоқ.
Енді сендерге тәжірибе, бүгінгі тәжірибелер ұнады ма? Жақсы балалар. Енді мен сендерге сыйлығым бар беретін. Жақсы тәжірибе істеп қатысқандарыңа сендерге рахмет балалар. Осымен бүгін біз су туралы көп нәрсе білдік, иә балалар? Енді осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз, ендігі сабақта кездескенше.